Сәлем достар. Бүгінгі біздің шығарылымымыз ақша блоктарын қалай шешуге болады. Міне осы сұрақтың төңірегінде болмақ. Көптеген адамдар еңбек ақысы жоғары қызметке тұру үшін ерекше ақша блоктарының кедергі келтіретінін біле бермейді. Бүгінгі осы видеода сіздерге қалайша қалағаныңа қол жеткізуге болатындығы туралы айтып беретін боламын. Осы видеоға лайк басып, әрі қарай тыңдай отырыңыздар. Ең алдымен бірінші кезекте ақша блоктарыңызды анықтап алу қажет. Ақша блоктарынан арылу үшін алдымен оларды тауып, анықтап, зерттеп алып, содан кейін олармен жұмыс жасауымыз керек. Мысалы, дәл осылай аталатын менің алдыңғы шығарылымымды тауып алып, сол жерден ақша туралы негативті установкаларды қарап шықсаңыз болады. Мен жоғарыда сілтемесінде сіздерге қалдырып кететін боламын. Сол видеоны қарай отырып, сол жерден өзіңізге сәйкес келеді деген шектеуші ойларды жазып аласыз. Сіздерге мысал ретінде бірнеше сөздерді айтып кетейін. Солардың негізінде тыңдап отырып өз тізіміңізді жазсаңыз да болады. Мысалы, ақша ол қауіп-қатер. Ақша қолдың кірі. Біз қарапайым адамдармыз. Ақша бұл ең басты нәрсе емес. Бай адамдар өте сараң, нашар болады. Адал еңбегімен байып кету мүмкін емес. Ақшаны тек ауыр еңбек етсең ғана табасың. Мен кедей отбасында дүниеге келгендіктен бірді бірге жалғап әрең күнімді көріп жүрмін. Ақша ешқашан жетпейді. Көп ақша табу, көп жұмыс істеу керек. Ақша жинау үшін азға қанағат етіп үйрену керек. Уақыт ол ақша. Егер де осы сөздердің қайсы бірі сізге әсер етіп, иә, рас қой деген сияқты ойларға кездесеңіз, демек сізде көп ақша табуға деген блоктарыңыз бар деген сөз. Олардан арылу үшін өзіңізбен жұмыс істеп, осы тақырыптың төңірегінде өз мінез-құлқыңыз бен реакцияларыңызды зерттеу керек. Екінші кезең. Мақсатты айқындау. Ақша блоктарынан арылу кезінде өзіңе нақты мақсат қойған дұрыс. Бірінші тапсырмадан кейін сіз өзіңізде ақшаға деген қандай шектеуші блоктарыңыздың бар екенін анықтадыңыз. Қазір сізге қалам мен қағаз алып, немесе ұялы телефоныңызда жаңа беттен өз ниетіңізді жазуыңыз керек. Мен өзімді шектеуші барлық ойлардан арыламын. Мен өзімнің сүйікті ісіммен айналысып, ай сайын тұрақты түрде миллион теңге, немесе миллион долларды оңай тауып отырмын, деген сияқты. Үшінші кезең. Сырт келбетіңізге көңіл бөліңіз. Сіздің ақша потогыңыз тезірек ашылу үшін сіз заттардың сыртқы түріне өте қатты көңіл бөлуіңіз керек. Сіздің өміріңізде сынған, сырылған, шытынаған, тесілген, ұрылған, тағы да басқа заттар болмауы керек. Бұл толықтай ақшаға антиэнергия болып табылады. Ол барлық энергия көздерін жауып, жаңадан шектеуші ойлардың пайда болуына алып келеді. Мәселен, ей жарайды, кішкентай ғана тесік қой, оны ешкім байқай да қоймас. Мен өзіме жаңа нәрсе алуға рұқсат етпеймін деген сияқты. Есіңізге сақтап алыңыз. Айфоныңыздың әйнегі сынып қалды ма? Бірден ауыстырыңыз. Тәрелкенің шеті аздап ұшып кетті ме? Бірден лақтырамыз. Кофтаңыздың түктері шығып кетті ме? Оны тастаймыз. Төртінші кезең. Мінез құлқымызды өзгерту. Сіздің өмір сүру салтыңыз бен мінез құлқыңызда ақша энергиясы мен шектеуші ойларға ықпал етеді. Мынадай мысал келтірейінші. Қымбат отельдің кіреберісіне елестетіңіз. Ол жер жарық, жылы, классикалық әуен ойнап тұр. Дәмді астың иісі бұрқырап тұр. Ешкім ешқайда асықпайды. Ал енді көз алдыңызға метроны елестетіңіз. Суық, қараңғы, кір, бірін-бірі итермелеп, кимелеп асыққан халық. Өте қатты дыбыстар, айқай-шу естіледі. Ойлап көріңізші, ақша энергиясы қайда тартылады? Қандай күйде болғаныңызда сізге ақша келеді?
Бәріңіз де бірінші нұсқаны таңдаған боларсыздар деп ойлаймын. Ақша миымыз бен тәніміз тыныштықта болғанда, рахатта болғанда келеді. Сол себепті өз ойларымыз бен мінез құлқымызды бақылауда ұстауымыз керек. Өз-өзіңізді ойша ойлап табылған метроға кіргізудің қажеті жоқ. Ондай күйде сізге одан да көп блоктар мен шектеуші установкалар жамала береді. 5-ші кезең. Медитация жасау. Ақша блоктарынан әртүрлі практикалардың көмегімен арылуға болады. Шын мәнісінде медитация бұл сиқырлы таяқша емес. Бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген әдіс тәсіл. Оның адамның өмірінің әр саласын жақсартуда пайдасы өте көп. Біздің ағзамызда нейрондық байланыстар қосылған жүйке клеткаларымыз бар. Ескі клеткалар ылғи да өліп, орнына жаңалары пайда болып отырады. Сондықтан медитация кезінде сіз жаңаша ойларды өзіңізге бекіткен кезде, мысалы, мен баймын, маған ақша көптеп келуде, ақша маған оңай, әрі көптеп келуде деген сияқты сөздерді өзіңізге санаңызға бекіткен кезде, сіздегі жаңа клеткалар бұл ақпаратты алып, шынайы өміріңізге көшіреді. Сөйтіп бұл ойлар бірте-бірте шындыққа айналады. Сіздерге келесі видеомда ақша блоктарынан арылу туралы байлық медитациясын арнауға уәде беремін. Медитация жасау кезінде сіздерде әртүрлі ойлар, сезімдер орын алуы мүмкін. Тіпті жылағыңыз келіп, көз жазыңызға ерік беруіңіз мүмкін. Оның барлығы жаман емес. Демек сізде ішіңіз босап, еркіндікке қадам басып жатырсыз деген сөз. Адамның ақша каналдары ашылуына ықпал етеді. Содан кейін сізде күтпеген жерден ақша келе бастайды. Сонымен достар, ақша блоктарынан арылу жөніндегі қысқаша инструкциямыз осындай. Барлығын рет-ретімен жасап, сіздерде барлығы сәтті, жақсы болады деген ойдамын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Біздің каналға тіркелмегендеріңіз болса, тіркеле кетуге ұсыныс жасаймын. Көріскенше күн жақсы болсын.